Қайырлы күн, достар. Бүгін дастарханға сән беретін, көпке танымал красный бархат тортын пісіретін боламыз. Алдымен чашкамызды өлшеп алдым, кейін кождарды теңдей бөлу үшін. Менде 250 грамм болды. Ал тортымызды бастайық. Бізге бөлме температурасын тұрған май қажет. 3 жұмыртқа және қант. Барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Бұл бізде жұмыртқалы масса. Енді құрғақ заттарды біріктіреміз. Ол үшін електен өткізілген ұнға разрыхлитель, сода және какао қосып жақсылап араластырамыз. Енді бояғышты дайындаймыз. Кішірек ыдысқа айранға красительді қосамыз. Менде гелевый краситель. Бояғыштың гелевый болғаны дұрыс, болмай жатса құрғақ красительді қоссаңыз болады. Онда түсі бордовый болып шығады. Енді барлығын біріктіреміз. Жұмыртқалы массамызға сұйық май қосамыз. Және ұн мен бояғышты кезек-кезек сала отырып, массамыз толық дайын болғанша араластырамыз. Біздің қамыр дайын болды. Осындай консистенция болу керек. Барлығын қанша мөлшерде қосу керектігін төменге жазып кетемін. Барлығын рецепт бойынша жасасаңыздар, дәл осылай шығады. Енді бұны 2 немесе 3 бөлікке бөліп пісіреміз. Бірдей бөлікке бөлу үшін дайын болған массаны өлшеп 3-ке бөлеміз. Формаға пергамент төсеп, 3-тен 1 бөлігін салып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне барлық кождарды осылай пісіріп аламыз. Дайын болғанын ағаш пашканың көмегімен тексеріп алған дұрыс. Кождар жұмсақ көтеріліп жақсы піседі. Енді оны толықтай суытамыз. Және кождар суығанша кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки керек. Сливки 33%-дан жоғары болуы тиіс. Және кремнің заттарының барлығы салқын күйде болу керек. Сливкиді миксермен шамамен 5-7 минут басында баяу, кейін скорості қоса отырып, біраз қою болғанша миксерлейміз. Енді творожный сыр және қант ұнтағын қосамыз. Сырды мен қолдан айранмен жасадым. Жасалуы өте оңай, оған тек айран және уақыт керек. Алдамы магазин творожный сырынан еш айырмашылығы жоқ, айырмашылық тек бағасында. Жасалуы каналында бар, ссылкасын төменге қалдырып кетемін. Креміміз дайын болды, енді тортымызды жинаймыз. Байқасаңыздар, корждардың шеттерін тегістеп кесіп алдым. Енді кремді видеода көрсетілгендей ортасына және жан жағына жағып шығамыз.
Енді тортты әсемдеу ғана қалды. Ол үшін корждан қалған бөліктерін блендермен ұнтақтап алып, сонымен әсемдедім. Бұл торт пропитканы қажет етпейді, өзі сондай влажный, нежный болып шығады. Мені қолдап, каналыма тіркеліп лайк басып, видео ұнаса комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Гаухар.